Сәлем баршаңызға. Адам күніне қанша су ішу керек? Сол туралы айтатын боламын. Ақпарат соңына дейін көріңіздер, сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Біздің ағзамыз 80% судан тұрады. Ыстық немесе құрғақ жерлерде, тауларда, немесе биік жерлерде сізге көбірек су қажет болады. Егер сіз кофе мен басқа да кофеині бар сусындарды көп ішсеңіз, көп су жоғалтасыз. Сіздің ас мәзіріңізде тұзды, ащы немесе тәтті тағамдар басым болған жағдайда да су көп мөлшерде қажет. Жылдың салқын кезеңдеріне қарағанда жыл айларында су көбірек қажет болады. Күні бойы белсенді өмір салтын ұстанып, көп серуендейтін немесе түрегеп тұратын адамдарға, үнемі үстел басында отырып аз қимылдайтын адамдарға қарағанда су көбірек қажет. Сонымен қатар спортпен немесе қандай да бір белсенділік түрімен шұғылданатын болсаңыз, жұмсалған судың орнын толықтыру үшін көбірек су ішуіңіз қажет. Егер сіз ауырып, ыстығыңыз көтерілсе, құсу немесе іш ауырған кезде көбірек су ішу қажет. Кейбір несеп айдағыш сияқты дәрілер судың жоғалуына келеді. Егер сіздің аяғыңыз ауыр болса немесе бала емізіп жүрсеңіз, ағзаның сусыздануын болдырмау үшін суды көбірек тұтыну қажет. Денсаулық сақтау саласының сарапшылары күніне 1 стаканнан 8 рет су ішу ұсынылады. Ол шамамен 2 литр су. Кейбір сарапшылар шөлдемесең де күні бойы үнемі су ішу қажет деп есептейді. ақш ғалым инженерия медицина ұлттық академиясының жалпы ұсынымы ересектер үшін, яғни әйелдерге күніне 11,5 шыны аяқ, яғни 2,7 литр су ішу керек. Ал ерлерге күніне 15,5 шыны аяқ, яғни 3,7 литр су ішу ұсынылады. Мұның ішіне судың өзі, шай мен шырын сияқты сусындар және тамақтан алынатын сұйықтық та кіреді. Орта есепте судың 20% тұтынатын тағамдардан алынады. Көптеген адамдардың айтуынша, күні бойы су ішпеу ағзаның қуат деңгейін төмендетуіне және ми жұмысының нашарлауына әкеледі. Мұны растайтын көптеген зерттеулер де бар. Жаттығу немесе ыстықтан туындайтын ағзаның жеңіл түрде сусыздануы, жұмыс істеу және ақыл-ой қабілетіне кері әсер етуі мүмкін. Суды көбірек ішу зат алмасу мен тәбеттің төмендеуі есебінен дене салмағын төмендетеді деген көптеген пікірлер бар. Су зат алмасу процесінің уақытша сәл күшеюіне әкелуі мүмкін. Ал әрбір тамақтанудан жарты сағат бұрын су ішу калорияны азырақ тұтынуға көмектеседі.